Hello peoples, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles Grade 4 People's Book кітабындағы 78 және 79 беттегі Snow and Ice тақырыбын өтетін боламыз. So students, let's do exercise number 26. Оқушылар 26-шы жаттығуды орындайық. Ендеше бұл жерде былай деп жазып отыр. Choose and write on the igloo the words that have to do with snow and ice. Мына иглоның ішіне, яғни мына көріп тұрғандарыңыздай қардан, мұздан жасалынған үйшіктің ішіне snow and ice тақырыбына қатысты, яғни қар және мұзға қатысты сөздерді, қыс мезгіліне қатысты жалпы сөздерді таңдап жаз деген мына көктің ішіндегі. Бірінші бізде gloves деген сөзге жазып отыр. Gloves ол бізде қолғап. Енді келесі сөздерді іздейік. Келесі сөз бізде оқушылар саммы. Саммы сөзі ол бізде жаз мезгілі деген. Бұл сөзді біз жазбаймыз. Келесі scarf. Scarf ол бізде шарф. Бұл сөзді жазамыз. Яғни қыс мезгілінде қолданамыз ғой бұл нәрсені. Snowflake келесі. Бұл сөзді жазамыз. Сол себебі бізде қар ұшқыны. Келесі shorts. Shorts ол бізде шорты. Жаз мезгілінде киеміз. Бұл сөзді жазбаймыз. Келесі penguin. Penguin ол бізде суықта жүреді ғой, бұл сөздер, бұл жануарды жазамыз. Келесі winter. Winter ол бізде қыс мезгілі. Бұл сөзде жазамыз. Келесі sunglasses. Sunglasses ол бізде күннен қорғайтын көзілдірік. Оны жаз мезгілінде киеміз ғой, оны жазбаймыз. Келесі бізде ice crystal. Мұз кристалы, мұз кристалы бізде ice crystal. Бұл сөзді жазамыз. Соңғы бізде beach сөзі ол бізде жағажай. Бұл жазда жүреміз ол жағажайда. Бұл сөзді жазбаймыз. Келесі бізде оқушылар 27-ші жаттығу exercise number 27. Listen and read. Тыңда және оқы деген. Берілген мәтіндерді оқып бірге аударайық оқушылар. Бірінші көкпен дөңгеленіп тұрған мәтінді оқиық. Antarctica is the coldest and the windiest place on earth. It is bigger than the USA. Антарктика жер бетіндегі ең суық және желді жердің бірі болып табылады дейді. Әлемдегі, яғни жер бетіндегі ең суық және де желді ол материя, және де бұл USA дегеніміз ақш, Америка құрама штаттарынан да үлкенірек дейді, үлкен дейді. Келесі сөйлемімізде There is a lot of ice in Antarctica. There are rivers and lakes. There is even an active volcano, Mount Erebus. Антарктикада көптеген мұздар бар дейді, және онда өзендер, көлдер бар дейді. Тіпті ол жерде Эребус тауында жанартау бар дейді. Келесі Penguins and blue whales live in Antarctica. Пингвиндер және көк киттер Антарктикада өмір сүреді дейді. Antarctica is dark 24 hours a day in winter. Winter in Antarctica is from March to August. Summer is from September to February, when it is light all the time. Ендеше оқушылар аударайық. Антарктика қыс мезгілінде күндіз 24 сағат бойы қараңғы болады дейді. Антарктикада қыс мезгілі наурыз айынан басталып, тамыз айында аяқталады дейді. Ал жаз мезгілі болса, қыркүйек айынан басталып, ақпан айына дейін жалғасады дейді. Және де ол кезде барлық жер жарық болады дейді, яғни жаз мезгілінде. So, students, let's do exercise number 28. Read again, correct the sentence. Оқушылар 28-ші жаттығуды орындайық. Және қайталап оқы дейді, және де сөйлемді дұрыстап жаз дейді. Яғни бұл жерде қарамен берілген сөздер қате. Соны біз мәтіннен қарап дұрыс сөзді жазуымыз қажет. Екіншісіне бастайық. There is a lot of rain in Antarctica. Антарктика, яғни Антарктикада жауын көп дейді. Ол дұрыс емес. Ол жерде бізде не көп еді? Ice, мұздар көп еді. There is a lot of ice in Antarctica деп жазамыз. Келесі, үшінші бізде Mount Erebus is a lake in Antarctica. Антарктикадағы Эребус тауы ол не дейді? Lake дейді, көл дейді. Ол дұрыс емес қой, бізде ол volcano, яғни жанартау. Volcano деп жазамыз. Төртінші, penguins and polar bears live in Antarctica. Антарктикада пингвиндер мен және полар аюлары өмір сүреді дейді. Полар аюлары емес, бізде ол көк киттер өмір сүреді. Яғни біз blue whales деп жазамыз төртіншісіне. Бесінші соңғысы бізде Summer in Antarctica is from September to March.
Антарктикадағы жаз мезгілі қыркүйек айынан басталып наурыз айына дейін жалғасады дейді. Ол бізде наурыз айына дейін емес, February, яғни ақпанға дейін, February деп жазамыз. Exercise number 29, read, choose and complete. Келесі жаттығу оқушылар бізде 29 жаттығу оқы, сөзді таңда және де сөйлемді толықтыр деп тұр. Көкпен берілген тиісті сөздерді біз тиісті орнына қойып жазуымыз қажет. Екіншісінен бастайық оқушылар. Small ice crystals stick together to make snowflakes болады. Кішкентай ice crystal, яғни мұз кристалдары бірігіп, олар қар ұшқындарын жасайды, яғни snowflakes қар ұшқындары бізде. Келесі, each snowflake can have up to 200 crystals in it болады. 200, яғни 200-ден астам кристалдары болады дейді олардың ішінде. Және the amazing thing about snowflakes is that each one is different. Snowflakes, яғни қар ұшқындарының олардың ерекшелігі әрқайсысы әртүрлі болады дейді. Тіпті олар жаңағы алты бұрышты болса да, яғни бір-біріне ұқсас болса да, бірақ әртүрлі болады дейді. Соңғысы бізде the largest snowflake was 15 centimeters long. Ең үлкен, яғни қар ұшқыны ол бізде 15 сантиметр ұзындықта дейді. Келесі соңғы жаттығу бізде оқушылар 30-ші exercise number 30. This is the flag of Antarctica деп жазылған, бұл Антарктиканың туы дейді. In pairs draw and make a new flag with new colors, present it to the class деп осылай тапсырма берген. Яғни осы Антарктиканың флагына, туына қарап, өздеріңіздің жұппен бірге, қасыңыздағы адаммен бірге өздеріңіз тудың суретін салып, жаңа түспен бояп, оны сыныпта көрсетіңіздер дейді. Яғни бұл жай ғана сурет салу тапсырмасы. Оқушылар, бүгінгі сабақ егер түсінікті болса, ұнаған болса, комментария жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. See you next lesson. Bye bye, students.